Сәлем достар, бүгін мен сіздерге ерекше нан жасау үлгісімен бөліскім келіп тұр. Бұл нанды қамыр тұрыштан жасалған нан деп атайды. Яғни ол дрож пайда болғанға дейінгі ежелде біздің осы қазақ халқы кеңінен пайдаланған ашытқы түрі. Бұл үшін бізге 400-600 грамм су және де тамақтан қалған азғантай қалдық май болса да болады. Азғантай ғана май және бір ас қасық майонез қостым. Және де ашытқыны міне мен видеода көрсетіп тұрғанда пиалаға аздап алып қаламыз. Нанның, яғни қамырдың бір бөлігін. Сол арқылы біздің нанымыз ашиды. Достар, бұл нанды жасау өте оңай және уақытты да көп қажет етпейді. Және де бетіне ұнды аздап салып, бір шай қасық ас содасын ұнның бетіне төсеген жақсы. Және де қамырымызды жұмсақ қылып илеп аламыз. Біз білеміз, егер қазіргі заманда көпшілік адамдарда ас қорыту жүйесінде немесе өт, бауыр сияқты ағзаларымыз шаршаған, әсіресе үлкен кісілер осы нанды өте сүйсініп, тамсанып жақсы көріп жейді. Дәрігерлер де бізге дрожбен жасалған асты көп қолданбауды ұсынады. Себебі оның құрамында глютен бар, ол біздің ағзамызға біршама зиян. Сол себепті дегенмен біз оның зиян екенін білсек те, біз нансыз өмір сүре алмаймыз. Былайша айтқанда, нан астың атасы, біз нанды зиян болсақ та, толып кетсек те, біз соны аз болсын, көп болсын қолданамыз. Сол себепті осы нанды қолдансаңыздар, бұл бізді артық салмақ қосудан қорғайды, әрі тоқ жүресіздер, әрі дәмді. Қара ұннан да жасауға болады. Бұл ұнды талғамайтын нан. Яғни бұны жасап болып, көпшілік адамдар ойлайды, бұл қамыр тұрыштың наны әшші болады, немножко азғанша біршама иісі болады, дәмі болады, қышқылтым деп. Олай емес. Тіпті сіздер дрождан да нан жасасаңыздар, оның уақытысынан өткізіп жіберсеңіздер, ол ағарып, дрождың дәмі шығып кетеді. Сол сияқты дәл уақытқа қойып тұрып істесеңіздер болғаны. Бұның бар жоғы 1 сағат уақыт кетеді. Жұмсақ қып ашытып илеп болып, көтерілуіне өздеріңізге сенімсіздеу болсаңыздар, астына табақпен жылы су қойып, 1 сағатқа тура будильникке ұмытпаймыз уақытты. Және де осы видеода көріп тұрғандай дастарханға жасап аламыз. Және де табамызды майлап, үстіп нанымызды жайғастырып, қолымызбен бірнеше тесік қылып тесіп аламыз. Себебі қамыр тұрыш тесігі көп болса, арасы жақсы піседі. Табамызға орналастырып болғаннан соң, бетіне бір жұмыртқаны шағып, өздеріңізге ұнайтын күнжіт, мак, әртүрлі нәрсені сепсеңіздер де болады. Тіпті сеппей, жай ғана құйрық маймен піскен екен майлап қойсаңыздар да болады. Егер сіздерде ешқандай жұмыртқа тапшы болып тұрған болса, айран жақсаңыздар да болады. Бетін солай айранмен, жұмыртқамен жағып, өздеріңізге ұнаған мак, күнжітті сеуіп тұрып, әсел пешке салып, духовкада 320 градуста асты-үстін қызартып пісіріп аламыз. Достар, сіздер осы рецептпен достарыңызбен, үлкен кісілермен де бөліссеңіздер болады. Және де маған өз ойларыңызды жасап көрсеңіздер, қалай шыққаны туралы комментарийда бөліссеңіздер болады. Мен өте қуана жауап берем. Егер сіздерде қандай да бір қиындық болып жатса, сұрасаңыздар болады. Өте оңай, тойымды, дәмді нан болады. Өте жұмсақ, дрождан ешқандай айырмашылығы жоқ, қатты болып қалады деген ондай түсінік болмау керек. Себебі бұл нан адам ағзасына өте пайдалы. Жасап көрсеңіздер болады, ас болсын.